Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Біз кітаптың бірінші тарауын, бірінші бөлімін бітіріп, екінші бөлімге келдік. Жалпы А1 деңгейі 6 бөлімнен тұрады, 6 тараудан тұрады. Соның біріншісін аяқтап, екіншісіне келдік. Біздің екінші бөліміміз, екінші тарауымыз якын чевреміз, яғни біздің ортамыз, айналамыз, жақын ортамыз деп аталады. Сабағымызды мына бір мәтінді, диалогты оқумен бастайық. Evde tek başına. Мен оқимын, сіздерде жаңадан үйреніп жатқандар түрік тілін сіздерде қайталап отырыңыздар. Merhaba, benim adım İrem. 12 yaşındayım ve bugün evde yalnızım. Babam işte, önemli bir toplantısı var. Annem ve ablam dedemin evindeler. Dedem biraz hasta, ateşi var. Karnım aç ve şu anda mutfaktayım. Kahvaltım hazır. Telefonum da yanımda. Telefonum mu? Hayır, o benim değil. Ablamın telefonu. Benim yaşım küçük. Bu nedenle telefonum yok. Annem ve babam evde değiller. Ama akılları hep bende. Merhaba kızım, nasılsın? Merhaba baba, her şey yolunda. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kızım, benim çantam evde mi? Bir dakika. İşte burada. İçinde bir zarf var mı? Evet, büyük sarı bir zarf. Oh, çok iyi. İçinde önemli belgeler var. Kızım, ben saat 6'da evdeyim. Tamam baba, görüşürüz. Бүгінгі тақырыпта біз тәуелдік жалғауын өтетін боламыз, тәуелдік жалғауын түсіндіреміз. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, benim adım İrem, babam işte, annem ve ablam dedemin evindeler. Dedem biraz hasta, ateşi var, karnım aç, kahvaltım hazır, telefonum da yanımda деген сияқты мына сөздердегі соңындағы жалғаулар, бұлар тәуелдік жалғаулары. Сонымен тәуелдік жалғау дегеніміз не? İyelik eki деп айтамыз. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Яғни менің, сенің, оның, біздің, сіздердің, олардың. Менің, мысалға, отбасым, менің, сенің, достарың, оның, сынағы, емтиханы, біздің бақшамыз, сіздердің ауылдарыңыз, олардың үйлері. Мысалдарды оқиық. Benim ailem Ankara'da. Senin arkadaşların çalışkan. Bugün onun sınavı var. Bahçemizde hiç ağaç yok. Sizin köyünüz çok güzel. Onların evleri bu sokakta değil. Benim болған кезде, егер біздің сөзіміз, яғни бұл тәуелдік жалғауы зат есімге жалғанады, біздің сөзіміз дауысты әріппен аяқталатын болса, онда тек м әрпі жалғанады, яғни м деген бір әріптен тұратын жалғау жалғанады. Ал егер дауыссызбен аяқталса сөзіміз, онда дауыссыз дыбыстан кейін м әрпінің алдына и, у, осы төртеуінің біреуі жалғанады. Екінші, сенин болған кезде н, onun болса bizim болғанда мыз, sizin ныз, onların лары. Мысалы, benim ailem, aile біздің сөзіміз, benim ailem, менің отбасым. Senin arkadaşların, senin dostların, arkadaşların. Onun sınavı. Bizim bahçemiz, Sizin köyünüz, sizlerдің
Сіздің ауылыңыз немесе сіздердің ауылдарыңыз. Onların evleri bu sokakta değil. Жалпы тәуелдік жалғауларын жаттап алыңыздар. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların болғанда қандай жалғау жалғанады? Мына көрсетілген қызылмен осы жалғауларды жаттап аласыздар. Бұл тек қана егер дауыстымен аяқталса м, н, ы, мыз, нызлары жалғанады. Егер сөзіміз жалғау жалғайтын сөзіміз дауыссыз әріппен аяқталса, онда бұл әріптердің алдына сол сөздің соңғы буынындағы дауысты әріпке қарай ы, и, у, ö әріптерінің бірі қойылады. Ал енді жаттығу жасайық. Сіздер де өздеріңіз осы жаттығудағы бос орындарға қандай жалғау жалғанатынын табуға тырысыңыздар. Бірінші, benim arabam çok eski. Senin elinde ne var? Onun saçı sarı, gözü mavi. Bizim evimiz büyük değil. Bugün sizin dersiniz yok mu? Onların öğretmenleri benim arkadaşım. Nemesi onların öğretmeni benim arkadaşım. Annemin yemekleri çok lezzetlidir. Şu çocuk Fırat'ın kardeşi değil mi? Ne kadar paran var? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bizim sınıfımız 3. katta. Çocuklar anneniz nerede? Arkadaşlar, bu kimin kalemi? Bu benim numaram değil. Түрік тіліндегі сіздердің білулеріңіз керек, жалпы есте сақтауларыңыз керек ережелердің бірі, бұл үнлі düşмесі, яғни дауысты әріптің жалғау жалғанған кезде түсіп қалуы, сондай-ақ үнсіз жұмышамасы дауыссыз әріптің жұмсаруы. Үнлі düşмесі дегеніміз түрік тіліндегі көбінесе екі буынды сөздердің екінші буынындағы дауысты әріптер ы, и, у, ö болса, оған дауыстымен басталатын жалғау жалғанған кезде бұл әріптер түсіп қалады. Бұларды біз түрікшеде дар үннілер дейміз, қазақшасы қысаң дауыстылар. Benim oğlum 6 yaşında. Негізі біздің сөзіміздің түбірі оул. Оул сөзіне тәуелдік жалғауы benim oğlum жалғанған кезде екінші буындағы у әрпі түсіп қалды. Bugün hiç boş vaktim yok. Бүгін ешқандай бос уақытым жоқ дейді. Bugün hiç boş vaktim yok. Сөзіміздің түбірі вакит, оған тәуелдік жалғауы жалғанғанда екінші буындағы қысаң дауысты и әрпі түсіп қалады. Senin ağzında sakız mı var? Бұл жерде де сөзіміз ağız, яғни ауыз. Мұнда да дауысымен басталатын тәуелдік жалғауы жалғанған кезде екінші буындағы қысаң дауысты әріптің дауысты дыбыстың түсіп қалғанын көрудеміз. Sizin isminiz nedir? Сөзіміздің түбірі исим, жалғау жалғанғанда екінші буындағы и әрпі түсіп қалды. Anne karnım aç. Karın сөзіне жалғау жалғанғанда екінші буындағы ы әрпі
Қысаң дауысты әріп түсіп қалды. Karnım aç. Bu kimin fikri? Fikir sözü fikri болып өзгерді. Başka bir emrin var mı? Başka bir emrin var mı? Басқа бір әмірің бар ма? Басқа бір бұйрығың бар ма? Emir сөзі. Мұнда да тәуелдік жалғау жалғанғандықтан екінші буындағы қысаң дауысты, яғни и әрпі түсіп қалды. Енді үнсіз юмышамасы. Үнсіз юмышамасында да сөздердің соңындағы ПЧТК, ПЧТК, яғни бұл төрт қатаң дауыссыз дыбыс өзінен кейін дауыстымен басталатын жалғау жалғанғанда жұмсарады. Яғни П, Б-ге, Ч, Ж-ге, Т, Д-ге, К әрпі Г немесе yumuşak G әрпіне ауысады. Çileğin kokusu çok güzel. Çilek sözü жалғау жалғанғанда соңындағы К әрпі yumuşak G'ге ауысты. Çileğin. Benim kitabım çantamda. Менің кітабым сөмкемде. Kitap. Ay, dolabımda bir böcek var. Dolap, dolabım, dolabımda. Kelebeğin ömrü çok kısadır. Kelebek. K harfi yumuşak G'ye ауысты. Senin kağıdın niçin boş? Senin kağıdın. Kağıt T-мен аяқталады негізі. Мұнда да T D-ға ауысып отыр. Яғни T әрпі жұмсарып отыр. Қатаң дауыссыз дыбысымыз ұянға ауысты. Bahçede 3 ağacımız var. Ağacımız oldu. Cebimde hiç para yok. Cebimde, cep sözü. Cebimde, yani kaltamda еш ақша жоқ. Cebimde hiç para yok. Бұл әрине барлық сөздердегі сөздің соңында келген П, Ч, Т, К әріптері бұлай жұмсармайды. Бір буынды сөздердің соңында келсе бұл әріптер ол кезде өзгермейді, жұмсармайды. Сондай-ақ басқа тілден түрік тіліне кірген енген сөздерде де өзгермей сақталады. Сонымен қатар жалқы есімдерде жер, су атаулары, адамның аты деген сияқты атауларда, есімдерде соңғы әріп П, Ч, Т, К болса, қандай жалғау жалғанса да бұл әріп өзгермейді. Себебі жалқы есімдерде жер, су аттары, адамның аттары секілді жалқы есімдерде ешқандай өзгеріс болмайды. Себебі біз оларға жалғауды апостроф арқылы жалғаймыз. Мынау сіздерге тапсырма. Hangisi doğru? Dudak, boyun, omuz, bacak, dirsek, ağız, bilek, karın, ayak, burun. Осыларға біз жалғау жалғаған кезде бұл сөздер өзгереді ме? Өзгерсе қалай өзгереді? Мына жерде сіздерге екі вариант көрсетілген. Сол варианттың қайсысы дұрыс? Соны белгілеп, осы сабақтың астына комментарийге жазып кетсеңіздер, немесе бізге жекеге жазсаңыздар да болады. Мысалға 1А, 2Б деген сияқты жазуыңызға болады. Vücut. Vücut дегеніміз біздің денеміз, дене мүшелеріміз. Мына жерде saç, kaş, göz, burun, dudak, ağız, boyun, kol, parmak, bel, diz, bilek, ayak, baş, alın, kulak, yanak, diş, çene, omuz, el, dirsek, karın, kalça, bacak ve ayak parmağı. Міне біздің дене мүшелеріміздің атаулары, және бұл сызықшамен қай жерді қалай атайтынымызды көрсетіп қойған. Осыларды жаттап алыңыздар. Бұдан бөлек айтылмай қалған қандай дене мүшелеріміз бар, мұнда жазылмай қалған, оларды жаза кетіңіздер. Сіздерге келесі сабаққа тапсырма осы дене мүшелерінің түрікшесін жазып жаттап алу. Назарларыңызға рахмет. Осымен 6-шы сабағымыз аяқталды. Осы сабақтағы ережелерді, сондай-ақ жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Сау болыңыздар.